Сәлеметсіздер, мен сүйікті көрермендерім, сіздерге бүгін тағы да бір пайдалы видео салып отырмын. Бұл видеодан көретіндеріңіз СМАТ деп аталатын аппарат, расшифровкасы суточный мониторинг артериальное давление, қысқаша айтқанда СМАД, тәуліктік қан қысымын өлшейтін аппарат туралы толық ақпарат беремін, және біздің науқасымыздың рұқсатымен түсірілген қысқаша видеода СМАД аппаратының қалай қойылатынын және қалай қолдану керектігін нұсқаулықты толық айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар міндетті түрде. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Егер сізге осындай аппарат қоятын болса, емханаларыңызда қысқаша ақпаратты біліп барғандарыңыз дұрыс. Енді қараңыздар, СМАД дегеніміз тәуліктік қан қысымын өлшейтін аппарат. Бұл аппарат арқылы біз не білеміз? СМАД арқылы сіздің тәулік бойы қан қысымыңыздың қаншалықты көтерілетінін немесе түсіп кететінін білуге болады. Сонымен қатар, кейбір пациенттерде ешқандай симптомсыз, бас ауырмайды, қан қысымы көтерілетін пациенттер болады. Олар нақты қаншалықты жоғары екенін де білмейді. Сол кезде де бізге СМАД аппараты көмектеседі. Кейбір пациенттерде көптеген дәрілер ішсе де қан қысымы төмендемей қояды. Сондай жағдайда да СМАД аппараты көмекке келеді. Сонымен қатар, СМАД аппаратын тек қана қан қысымын анықтап қана қоймайды, ол алып жатқан емінің қаншалықты дұрыстығын және нәтижесін көруге болады. Ішіп жатқан препараттардың қаншалықты көмектесіп жатқанын білуге болады. СМАД аппаратын егер сізге дәрігер тағайындаса, кардиолог дәрігер немесе терапевт дәрігерлер тағайындаса, міндетті түрде өтіңіздер, өзіңіздің қан қысымыңыздың қаншалықты көтерілетінін немесе алып жатқан еміңіздің қаншалықты нәтижелі болып жатқанын білуге болады. Бірінші, науқас туралы ақпарат: аты жөні, туған күні, айы жылы, жынысы, телефон номері, ЖСН номері енгізіп, СМАД аппаратын компьютермен арнайы сым арқылы байланыстырамыз. Компьютерге енгізілген ақпаратты арнайы сым арқылы біздің аппаратымызға жібереміз. Міне жіберіліп жатыр. Толыққанды жібергеннен кейін программирование устройства завершено деген сөз шығу керек. Сондықтан содан кейін барып біз науқасқа тағуды бастаймыз. Сосын науқасты шақыртып келісім шартты толтырамыз. Келісім шарт науқас аппаратымызды 24 сағатқа өзімен алып кететіндіктен бұзбай, сындырмай алып келуі және ертеңгі белгіленген уақытта әкелуі керектігі туралы жазылған құжат болып есептеледі. Келісім шартпен қатар күнделікті толтыруды ұсынамыз. Оны 24 сағат бойы болған жағдайын, ішкен дәрі-дәрмектерін жазып отыратын, күнделік толтырып келетін болады науқас. Бұл жерде медбике пациентке аппарат қалай тұратынын, қалай киім ауыстырғанда қалай өз еркімен ауыстыруға болатынын толыққанды түсіндіріп жатыр. Сонымен қатар аппараттың арнайы сөмкесін іліп беріп, науқасқа өзіне ыңғайлы етіп белдігін сөйлеп беріп жатыр. Аппаратты пайдаланған кезде 3 сағаттан артық электроника, телефон, компьютер пайдалануға болмайды және ыстыққа жақындауға болмайды. Ұзақ уақыт ыстыққа, пешке, газға жақындауға болмайды. Бұндай жағдайда резеңке түтікшесі еріп кетуі мүмкін. Бұл аппарат тек қана қан қысымын өлшеп қана қоймайды. Кейбір науқастар болады, синдром белого халата дейді. Үйде қан қысымы жақсы жүреді, бірақ емханаға келгенде қан қысымы қатты жоғары болып кетеді. Сондай науқастарды да нақты қан қысымын өлшеп білуге болатын аппараттардың бірі. Видеом пайдалы болса, лайк басып кетіңіз, каналыма тіркеле отырыңыз. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.